Сіздің құныңыз, жалпы өміріңіз $100 тұрады десем, сіз қалай қабылдайсыз? Сіз өзіңізді $100 бағалайтын белгілі бір тауарсыз десем, сіздің көңіліңізге тие ме? Ал адамдарды өмірде дәл осы ақшамен бағалауға бола ма? Дәл осы сұрақ төңірегінде мен сіздерге бір ерекше философия айтқым келіп тұр. Өйткені адамды ақшамен бағаламаңыз, оның адамгершілігіне қараңыз, оның тәрбиесі маңызды деп айтатын адамдардың саны өте көп. Бірақ ақша деген не? Ақшаны сіз қалай қабылдайсыз? Сіз қанша теңге табасыз, сіз сонша теңге тұрасыз деген философияға көп адам келіспейді. Өйткені оның намысына тиюі мүмкін, Мысалы, 150 000 теңге табатын қарапайым қызметкер құның 150 000 теңге тұрады дегенді айтатын болсаң, ол шамданып, намыстанып, саған қарсы пікір білдіруі әбден мүмкін. Ал бірақ оның айналасындағы адамдардың да құны 150 000 теңгеден аспайды. Ал белгілі бір кәсіпкерлер болса, олар өздерінің стандарттарын сындырып жүріп, жоғары деңгейдегі ақшаны тапқан сайын өздерінің кругтарындағы араласатын адамдарының деңгейін өсіріп отырады. Ал бұл қаншалықты рас және адамның өміріне ақшаның қаншалықты деңгейде пайдасы немесе зияны бар? Осы сұрақты тарқатайық. Қараңыз, мысалы, $100. Бұл $100 қазір орта есеппен 42 500 теңге. Оған не алуға болады? 42 000 теңге біреудің тіпті зарплата екенін білесіз бе? Өйткені біздің қоғамда 42 000 теңгеге өмір сүретін адамдардың қатары бар. Ал егер сіздің жалақыңыз аз болса, тапқан табысыңыз төмен болса, өзіңізді ақшаңыз қанағаттандырмайтын болса, бұның барлығына қоғам, билік емес, сіздің тікелей кінәңіз бар. Ренжімеңіз, қабылдауға бәлкім қиын шығар. Мүмкін сіздің құныңыз $100 десем ренжіп қалатын шығарсыз. Бірақ адам мойындаған сәтте ғана үлкен шешімге бел байлай алады. Жоқ, мен мықты кәсіпкер боламын. $100-ды $1000-ға, $1000-ды ертеңгі күні $100 000-ға айналдыра аламын дейтін адам қатарына кіргіңіз келсе, сізге шешім шығару керек болады. Мен және менің ұстаздарым адамдарды дәл осы қағазбен бағалайды. Әрине, адамның адами қасиеттеріне тиіспей қояйын, бірақ та адами қасиеттің өзі ең бірінші жауапкершіліктен тұрады. Ал жауапкершілікті ала білген адам еш уақытта кедей болмайды. Төмен ақшаға, төменгі жалақыға жұмыс жасап жүрмейді. Өз-өзінің құнын төмендетіп, көрінген жерден тамақ ішіп, автобуспен жүріп, жағдайын түсіріп, арзан жерден киім кимейді. Намысы бар ер адам, намысы бар қыз-келіншектер өз-өздерінің қамын жоғары деңгейде жасау үшін барынша потенциалын қолданады. Дәл қазір сіз жалқаусыз. Өзіңіздің бойыңызға Алла тағаланың беріп қойған бүкіл мүмкіндігін пайдалана алмайсыз. Әлемнің нығметтерін көрмейсіз. Үйде жатып алып тек қана жалып айтасыз. Билік жаман, қоғам жаман, мына өмір жаман, шаршадым, бәрі қымбат деп. Бәрі қымбат деген нәрсе миыңызда айналып жүрсе, сіз сол қымбаттылық деңгейіне әлі де өтпегенсіз. Сіз қабылдай алмайсыз ол сумманы. Сізге қабылдау ол өте қатты қиын. Демек, білімге ақша жұмсағыңыз келеді, қымбат дейсіз. Бір керемет мейрамханаға барып тамақ алып ішкіңіз келеді, қымбат дейсіз. Таксимен жүруге ақшам жоқ дейсіз. Тағы да басқа сылтауыңызды айта беруіңіз мүмкін. Бірақ білесіз бе, сіз тұрақты түрде өзіңіз үшін шешім қабылдаған кезде, еш уақытта мен болды, арзан жерден тамақтанбаймын, автобусқа мінбеймін деп шешім шығарған кезіңізде, сізге автоматты түрде ақша келетін потенциалыңыз ашыла бастайды. Сіздің бойыңызда мықты қабілеттер бар. Сіз оны ақшаға айналдыра алмасаңыз, ол сіздің кінәңіз. Ертең сол қабілеттер үшін де сұраламыз біз. Осындай қабілет бердім, оны қайда жұмсадың? Осыншалықты күш қуат бердім, бұның барлығын қайда кетірдің деп Алла тағала бізден сұрайтын болса, не деп жауап бересіздер? Адамның бойына энергиямен қатар барлық адамның атқаратын ерекше бір миссиясын береді. Бірақ біз ақшаны тіпті жақсы көре алмаймыз. Ақшаға деген махаббат жоқ. Дәл осы ақшаны біз қиналып табамыз. Қиналып тапқан кезде ғана біз өзімізді герой сезінеміз. Ал негізі ақша оңай келеді. Оны жұмсауда қорықпау керек. Жомарттық қасиетіңізді арттыру керек. Демек, ең бірінші адами қасиетіңізді жауапкершілікке байлайтын болсаңыз, сіз өз өміріңізге жауаптысыз. Және келіншегіңіздің, не болмаса ер азаматыңыз, не болмаса бала шағаңыздың өмірін ойлайтын болсаңыз, сіздің аз ақша табуыңыз мүмкін емес. Сіз жақсы әйел болсаңыз, сіз еркегіңізге жақсы деңгейдегі
потологын ашып беріп үлкен сумманы таптыруға мүмкіндігіңіз бар. Ал сіз жақсы намысы бар ер азамат болсаңыз, өзіңіздегі бойыңыздағы бүкіл гормонды оятып, әйеліңізден энергияны ала жүріп, жоғары деңгейде табысқа шығу мүмкіндігіңіз бар. Ал егер дәл осы әрекеттерді сіз жасай алмай жүрген болсаңыз, сіз тағы да айтамын, жалқаусыз, намысыңыз жоқ, істеп жатқан тірлігіңіздің барлығы өтірік, сылтауға байланып қалған. Таңертең 9-да барасыз, кешкі 6-да жұмыстан қайтып кетесіз, тіршілік көзін іздемейсіз. Үйде отырған әйеліңіз, бала-шағаңыздың өміріне жауапкершілігіңіз 0. Демек, ойланыңыз, сіз жауапкершілігі бар ер азамат болсаңыз, сіздің кедей болуыңыз мүмкін емес. Бойыңыздан намыс оты қайнап тұрса, сіздің кедей болуыңыз әсте мүмкін емес. Өйткені жауапкершілік пен намысты қатар ұстайтын ер адамның қомақты қаражат тауып жүргенін көріп жатырмыз. Ақша деген ол сенің еңбекқорлығыңның көрінісі. Ақша деген ол сенің нәтижеңнің көрінісі. Я, мен көп ақша табам, мен көп еңбектенгендіктен. Мен ел сияқты таңертеңгі 9-да келіп, кешкі сағат 6-да тайып тұрмаймын үйіме. Мен түнімен күнімен жұмысымды жасаймын, идеямды пістіремін, іскерлік кездесулер өткіземін. Бойымдағы бүкіл энергиям сарқылғанша жұмыс жасайтын әдетім бар. Ол бірақ қиналып ақша табу мақсатында емес, мен арманыма адал, мақсатыма мығым, өзімнің жоспарымды жүйелі түрде жасап жүрген адам болғандықтан, мен жұмысымды ерекше ләззатпен атқарамын. Кітап жазсам да, оны алып сатсам да, мына журналдарымызды жарыққа шығарсам да, қандай тірлік әрекет етсем де, ол біріншіден халыққа пайдалы, екіншіден маған қаражат түсіріп жатыр. Ал мен жалқауланып, бүгін мынаны істегім келіп тұрған жоқ, көңіл күйім болмай тұр, көңілім құлазып жатыр, мен кішкене жата тұрайын, отыра тұрайын, кете тұрайын, демала тұрайын деген сылтаулар менің миымда болмайды. Ол өзімді мақтағаным емес, бірақ адамның шын мәнінде өз өміріне шешім қабылдаған сәтінде оның өмірі 180 градусқа өзгереді. Я, мен өте қарапайым отбасында өмірге келдім. Менің ата-анам қарапайым қызметкерлер. Қызметкер деп те айтуға бәлкім келмейтін шығар. Ашығын айтатын болсақ, олар үлкен отбасында өмірге келгендіктен тіпті жоғары оқу орнында аяқтамаған менің ата-анам. Көбісі ойлайтын шығар, әкесі мен анасы керемет деңгейде бір ақсүйек деп. Жоқ, сол қарапайым өмірді көргендіктен мен ата-анамды отырғызып айттым, мен бұндай кедейшілік өмірде сүргім келмейді. Менің таңдауым байлық, менің таңдауым ақша. Демек, ар абыройды биік қойып, адал еңбекпен ақша табуға болатын мүмкіндікті іздеу керек. Ол сіздің бойыңыздағы бүкіл қасиетіңіз, барлық қабілетіңіз, потенциалыңыз, Алланың беріп қойған күш-қуат энергиясы. Соны алып, ақша көзіне айналдыру өз қолыңызда екенін ұмытпаңыз. Сіз қанша теңге табасыз, сонша теңге тұрасыз. Қиын болса да, ауыр болса да қабылдаңыз. Егер жоғары сумманы тапқыңыз келсе, бүкіл миыңызды, жүрегіңізді іске қосып, еңбектерінен жалықпаңыз. Сол кезде сізде мынау $100 емес, $100,000 теңгеге айналатын болады. Сол үшін барлықтарыңыздың істеріңізге сәттілік тілеймін, жұмыстарыңыз берекелі болсын. Ақшаны тек қана пайдаланатын құрал ретінде емес, ол адами қасиетіңізді көрсететін ерекше бір валюта екенін ұмытпаңыз. Ақшамыз көп болсын, таршылық көрмейік.